королевский торт дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызға секерді салып, 2 есе көпіргенше араластырамыз. Үстіне сүт және сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқыш салып, жақсылап лопаткамен араластырып аламыз. Осымен тестіміз дайын. Дайын тестімізді 3 бірдей ыдысқа теңдей бөліп саламыз. Бірінші бөлігіне грецкий орех, екіншісіне мак, үшіншісіне какао салып, жақсылап араластырып аламыз да 24 диаметрлік формаға 180 градуста 20-25 минут шамасында кезекпен-кезек пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Сахарный пудра мен творожный сырды араластырамыз бір келкі масса болғанша. Үстіне салқын сливкімізді салып, жақсылап араластырып, кремін дайындап қоямыз. Енді суыған коржларымызды алып, осылай кольцоға кигізіп, содан соң кремін жағып, тортымызды жинаймыз. Енді соңғы коржымызды салып, бетіне азғандай крем жағып, осылай холодильникке 1 сағаттай қоямыз. Кремі қатқанша. Содан соң кішкене алып қалған креміміздің үстіне мак салып, жақсылап араластырып, содан соң тортымызды қаптаймыз. Тортымызды қалауыңыз бойынша сәндеуге болады. Мен осылай кондитерлік қапшыққа насадканы салып, осылай гүл салып шықтым. Тортымыз дайын болғаннан кейін холодильникке салып қоямыз. Кремі сіңгенше, кремі сіңгеннен кейін осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.